Сегодня в войсковой части 78-460 праздник приведения к военной присяге военнослужащих срочной службы призыва 1-2025 года. Состоялось приведение 78 военнослужащих к военной присяге. В ходе приведения были продемонстрированы навыки военнослужащих в рукопашном бое, выполнении строевых приемов с оружием на месте. Это тот результат и та программа подготовки, которая была выполнена в период начальной военной подготовки. Далее военнослужащим предстоит освоить программу боевой подготовки, уже предусмотренную по специальности, с выполнением последующих упражнений, задач учебных и обеспечения учений. Бүгін салтанатты түрде әскери ант қабылдадық. Мен өз қуанышымды айтып жеткізе алмаймын. Осы бір ай ішінде офицерлер, сержанттар бізге көп нәрсені үйретті. Әскери өмірдің қатал тәртібі мен саптық жүрісі үйретті, қаруды қолдануды үйретті. Мен қарулы күштердің қатарында қару ұстап, сап түзгеніме мақтан тұтамын. Бауырларымды, достарымды дәл мен сияқты қару ұстап, қарулы күштердің қатарында әскери ант қабылдауға шақырамын.